Ассаламалейкум, құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Өткен тақырыпта біз не қозғап едік? Дене шынықтыру туралы айтқанбыз. Әрине, дене шынықтырумен мен қазір 1,5 жылда уақыт болды. Дене шынықтырумен айналысып жүргенім. 60-қа таяп қалсақ та, Құдайға шүкір, денсаулығымда өзімді жақсы сезінемін осы дене шынықтырудың арқасында. Сонымен қатар бүгінгі сол дене шынықтыруға қосымшалап, мен мұна ләңгі туралы айтсам ба деп. Ләңгі қазір ұмытылып баратқан ойындардың бірі бізде. Біз бала кезімізде өте көп ойнайтынбыз. Бұның пайдасы бүкіл дене қозғалысы. Дене қозғалысы болады бұл жерде. Бұлшық еттеріңіз, буындарыңыздың барлығы жұмыс істейді. Яғни қан айналымы адам бойында өте жақсы жүреді. Ләңгіні қалай жасаушы еді? Бұның жай ғана қол жетімді бұл ләңгіні жасау. Қорғасында аламыз. Енді біздің уақытта бәрі де мынандай бір белгілі бір құралдар керек болған жоқ. Алатынбыз, қорғасында аламыз, жаңағы машинаның қуаттандырушы, яғни аккумуляторларынан аламыз да, соның ішінен қорғасындарды алып, мынандай жерге шыны бөтелкені алып, соны жерге бүйтіп жақсылап тұрып басып жүрсеңіз, қалып дайын болады. Соның қорғасынды ерітетін бізді сол қалыпқа құямыз. Мына түйме сияқты құятынбыз. Түйме сияқты құямыз, көрініп отыр ма? Оны тура түйме сияқты екі тесік тесеміз, мынау теріге байлау үшін. Тері қой терісі немесе ешкі терісі де бәрі де бола береді. Яғни барлық бізге керек құралдар табу қиын емес етін, яғни қол жетімді болатын. Осыны бір жарты сағаттың көлемінде жасап алатынымызда жаңағы ойынымызды ойнай беретінбіз. Ал енді қазіргі уақытта мен соны өзім ойнап рет-ретімен көрсетсем деп отырмын. Менің видео арнам, қазақша арнам ұнаған болса, төмендегі сілтемеге түсіп, тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен ойынды көрсетейін. Ләңгіні қалай ойнаймыз? Ләңгі негізгі 9 шарты бар. Енді рет-ретімен айтып шығайын. Енді ол кезде әрине сол кездегі біз әр ойынның түрін қалай айтамыз, солай айтып өтейін. Жаңағы мысалы үштік ойнадық дейік. Біріншіден үштік дейміз. Содан кейін пара дейміз. Яғни оны көрсете өтейін. Үштік. 1, 2, 3. Міне. Бұл үштікті көрсетіп жатырмын мен. Содан кейін бір пара деп айтылады. Яғни жұбымен үштік болса 6 рет тебеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне. 6 рет тебеміз. Одан кейін сол кездің тілімен вися деп айтылатынбыз. Бұл үшінші ойын түрі. Рет-ретімен келе жатыр. Үшінші ойын түрінде вися дейміз. Қазіргі таңда мен ойлап жүрсем, вися мынау аудармасы меніңше ауада ілініп тұру. Яғни аяқты жерге қоймау. 1, 2, 3. Аяқты жерге түсірмейміз. Яғни вися ойынын ойнадық. Бұл үшінші реттік нөмірмен үшінші ойын. Енді абой. Абойда ол бұлай. 1 абой. Абойдың мысалы солақай адамдар бар, әртүрлі ойнай беруге болады. Абойда 1 абой, 2 абой, 3 абой. Міне. Осылай да ойнауға болады абойды. Я абойды бұлай да ойнауға болады. 1,
обой. 2 обой. 1 обой. 2 обой. Міне. Осылай да ойнауға болады. Және бұл 4-ші реттік нөмір. 5-ші пара обой дейді. Яғни 1, 2, 3. Яғни тікесінен 2 рет тебеміз. 1 пара обой. 2 пара обой. Міне осылай